Барлықтарыңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Кешегі сабақта біз сандарды 12-ге дейін санап үйрендік. Ал бүгінгі видеода оны жалғастырамыз, 13-тен 20-ға дейінгі сандарды санап үйренеміз. Алдыңғы сабақта айтқан болатынбыз, сандарды ағылшын тілінде білу бізге өте қажет. Яғни этап бойынша алдымен алфавитті үйренеміз, әріптер мен дыбыстар, транскрипция, лексика, сөздер және сандар дедік. Оны ары қарай тағы да жалғастырамыз. Сандар сіздерге қажетті күнді атау үшін, мекен жайын айтуға, не болмаса шетелде қыдырған кезде сандарды білу немесе ағылшын тілін білу сіздерге қажет болады. Ары қарай біз 13-тен 20-ға дейінгі сандарды таңдайық. Яғни орыс тіліндегідей ол жердегі сандардың атауы 10-ға дейінгі бірліктерден тұрады. Яғни 10-ға дейінгі бірліктердің атын атайсыздар да қасына тиын деген жалғауды жалғайсыздар. Алдыңғы сабақта айтқандай, тиын деген яғни 13 пен 19-дың арасындағы сандарға жалғанады. Мысалы 8 қосылған 10, 18 ғой, ағылшын тілінде 8 плюс тиын 18 болады. Бірақ 2 т жазбаймыз, бір ғана т жазамыз. 13 болған кезде 13, 3 тиын емес, 13 әріптердің орны ауысады. Және 15 болған кезде 5 тиын емес, 15 болып ауысады. Осындай кезде сақ болу керек. Онда суретке назар аударайық. 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19 және 20, 20. Назар аударсаңыздар, 13-тен 19-ға дейінгі барлық сандардың соңы тиынмен аяқталған. Бәрі бірдей тиынмен аяқталады. Алдыңғы бірліктері мысалы 3, 4, 5, 6, 7 деген кездегі сандар қалай аталса, сол сандарды жай алдына жалғай саласыздар. Бірақ мұндай ерекшеліктерді ұмытпау керек. Мысалы 3 дегеніміз 3 болса, 3 тиын демейміз біз, 13 болып айланады. 4 сол қалпы қалады. 4 дегеніміз 4 болса, ал 14 деген 14. 5 дегеніміз 5 болса, 15 15. 5 дегендегі в мен е түсіп қалады да, 15 болып өзгереді. 6 6 болса, 16 16 болады. 7 7 болған болса, 17 17. 8 8 болса, 18 18. Бірақ бір тымыз түсіп қалды. 9 9 болса, 19 19. Осындай, яғни 4, 6, 7, 9 ғана қалай тұр солай сақталған, басқалары сәл өзгеріп кеткен. Солай жаттаған оңайырақ болады. Ал 20 деген еш ережеге сәйкес келмей, логикаға сәйкес келмей, жай 20 деп атаймыз. Олай болса, бастан аяқ тағы да соңына дейін сандарды атап шығайық. Алдында біз 0 деген санды айтпай кеткен болатынбыз. 0 деген 0 болады. Қасында мынау 4 бұрыштың ішінде транскрипциясы, осыған қарап қалай оқылатынын жаттыға беріңіздер. Ары қарай мүлдем қиын болып жатса, подсказка жазып қойдым ба? 0, 0, яғни өзіміздің кириллицадағы сөздердің, сандардың айтылуын жазып қойдым. 0 дегеніміз 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Ал бүгінгі өткен сандарымыз 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Жалпы сандарды осылай жаттайсыздар. Негізі жаттаған кезде подсказкаға қарамай, ағылшынша әріптердің жазылуын жаттаған өте дұрыс. Сол кезде миға онша көп нагрузка келмейді. Олай болса, бастан аяқ менімен бірге толық тағы да қайталап шығыңыздар. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Толығымен кестені оқып шықтық. Келесі сабақтарда сандарды жеке-жеке жазып, қасына жеке-жеке аудармасын жазуға тырысамын. Бүгінге осы жеткілікті. 13-тен 20-ға дейінгі сандарды оқып үйрендік. Сіздер бастапқы сабақтарды жіберіп алған болсаңыздар, онда сол жақтан бастап қарасаңыздар болады. Яғни алдыңғы сабақтарда біз алфавитті, дыбыстарды, транскрипцияны өттік және сандарды санап бастадық және жаңаға байланысты оңай сөздерді жаттадық. Алдағы уақытта тағы да көптеген видеолар болады, жіберіп алмаңыздар, тіркеліңіздер. Әзірге сапасы осы, бірақ болашақта кішкене сапасын жақсартамын деген ниетім бар. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналды қолдап қойыңыздар, лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса комментарийге жазыңыздар. Олай болса, келесі кездескенше. See you soon.